Кош келдиңиздер, құрметті окуучулар. Енді бірінші модуліміздің бірінші сабағын бастайық. Бізде тақырыпта курстан нәтиже алу формуласы. Бірінші сабағымыз жақсы нәтиже алу үшін курсты қалай оқу керек. Осы жайында сіздерге айтатын боламын қазір. Жалпы курс нәтижелі болу үшін модуль бойынша сабақтарды мұқият, асықпай қарап үйрену керек. Біз әрине асыққымыз келеді, тез үйренгіміз келеді, тез нәтиже шығарғымыз келеді, күйлерді болсын орындап көрсеткіміз келеді біреуге, болмаса жаңағы мәтінін тез жаттағымыз келеді. Жалпы барлық нәрсені, процесті біз тез орындалғанын қалаймыз. Ол жақсы әрине, ондай құлшыныс болған жақсы. Бірақ әр нәрсенің мұқияттылық, әр нәрсенің өзінің тиянақтылық, үтір нүктесіне дейін, яғни ұғынып, әрбір дыбысты мұқият орындап үйрену өте қиын негізі. Оған шыдамдылық керек. Сол бойынша сіздерге біраз нұсқаулықтар айтамын. Әрбір сабақты мұқият жазып, кішкентай бір дәптер арнасаңыз да болады, сол дәптерге түртіп қойсаңыз да болады. Бұл өте маңызды. Ең бірінші критерий ол мұқият болу және асықпай қарап үйрену керек. Біз асыққанды әрине жақсы көреміз, дегенмен ол өте маңызды, бізге қажет нәрсе. Содан кейін айта кететін, ең алдымен біз мақсат қоюымыз керекпіз. Мақсат деген ол тек қана аспапты үйреніп қана қоймай, кейбір орындаушылар мысалы мақсатты қалай қояды. Мысалы, мен жетігенмен ән айтқым келеді дейді. Біреу мен жай оқушыларға үйреткім келеді дейді, педагогикалық жағынан. Біреу күйлерді үйренгім ғана келеді дейді, ән айтқым келмейді дейді. Біреу жай өзім үшін дейді, для души дейді ғой, жай өзім айтып үйреніп деген сияқты. Біреу қонақтардың алдында, тойда айтқым келеді дейді, сол үшін бір ғана күйді үйренсем болды, сол да жетеді маған дейді. Әр түрлі мақсаттар. Сіздер қандай мақсат қоясыздар, сол мақсатты қойып алыңыздар. Егер толыққанды жетіген аспабын үйренем, меңгерем десеңіздер, ол да үлкен мақсат. Оған да оңай энергия кетпейді, оған да оңай уақыт кетпейді, оңай дайындық кетпейді оған. Біз ойлағандай тез, оңай нәрсе, еш нәрсе жоқ. Оқу деген инемен құдық қазғандай деп жатады ғой, бұл да дәл солай. Үйрену де инемен құдық қазғандай. Сол үшін мақсаттарымыз айқын болу керек. Басты қағида, Екінші, мақсатты қойып алғаннан кейін бізге міндетті түрде тәртіп керек. Онлайн сабақта болсын, қай сабақта болсын, қандай тәртіп керек бізге? Дисциплина дейді. Яғни бұл тұрақты дайындалу. Белгілі бір тәртіпті өзің белгілеп алып, сол бойынша тұрақты дайындалу. Өзіңді қадағалау, контрольдау. Өзіңді контрольдау арқылы сен орындаушы ретінде өсесің. Егер контроль жоқ болса, онда алған курсымызда пайдасы жоқ, кетірген ақшамыздың да пайдасы жоқ, кетірген уақытымыздың да пайдасы жоқ болады, желге кетеді. Сондықтан да өзімізді контрольдауды үйренейік. Ол өте қиын. Түсінем, кейбіреулер басын бастап, неге аяғын аяқтамай кетем деп жатады, сол контрольдің аздығынан. Сізді біреу контрольдамау керек, мен де контрольдамауым керекпін сіздерді. Сізді өзіңізді өзіңіз контрольдап үйрену керек. Бұл өте керемет қабілет негізі. Ақырындап үйреніңіздер. Мейлі дайындықты күніне 1 сағат емес, аптасына 2 рет болса да, жарты сағаттан ғана дайындалып қойсаңыздар, өте керемет нәтиже береді. Оның өзі нәтиже береді. Бірақ тура сол уақытта дайындалып, үйреніп көріңіздер. Тіпті 10 минут қана дайындалсаңыз да болады. Күніне 10 минут бөліп қойсаңыздар, ол тәртіпті ақырын тәрбиелейсіздер өздеріңіз. Сондықтан да оны сіздер ғана анықтайсыздар. Себебі дисциплина болу үшін жаңағы жоспар керек деп жатырмыз, уақыт тайм менеджмент келіп жатырмыз, сонымен қатар энергия да керек. Энергия болмаса энергоресурс дейді. Энергия болмаса біздің жоспарлағанымыз да бекер, бәрі бекер. Кеш жатып, кеш тұрсаңыздар, болмаса ерте жатып, ерте тұрсаңыздар да энергияңыздың қаншалықты сіздер қай уақытта өте тиімді, сондай максималды болса, сол уақытқа дайындалуға тырысыңыздар. Таңертең болса, таңертең, тым болмаса 10 минут, 15 минут болсын дайындалыңыздар. Егер түнде дайындалатын болсаңыздар, сол уақытта түсті ұйықтап алып, содан кейін дайындасаңыздар өте керемет нәтиже береді. Себебі барлық мидағы концентрация соған бағытталады.
эгер шаршаңкы болсаңыз, энергияңыз жок болуп, уйкуңуз канбай, жумустан шаршап кеп дайындалсаңыз, онда дайындалмай ак коюңуздар. Себеби онун натыйжеси өтө аздау болот проценттик жагынан. Ондай кезде дем алып алыңыздар, уюктаңыздар, тамак ишиңиздер, калыпка келип алыңыздар, содан кийин барып келесі күн дайындалсаңыздар болот. Көбү буну эскере бермейт экен. Байкайм, студенттер, жалпы орундаушулар, окуучулар болсун, олар баастан аяк дайындала берет экен, кай кез болсун, кай кез бос болсун, энергия ресурсуна карамайт экен. Мен кандай казыр состояниядамын, энергия ресурсум кандай, уйкулап оябымба деген сыяктуу. Энергия толук түрдө болгон кезде гана дайындалыңыздар. Ол убакытты өзүңүз гана белгилеңиздер. Сол убакытка дайындалыңыздар. Белгилүү бир дайындык менен келиңиздер, сол кезде тартип пайда болот. Сол кезде сиздерде өзүңүздүн самооценка дейт го, мен кереметмин, күчтүү дайындаламын деп. Сондай настрой дейт, сондай жаңағы неде боласыздар. Жалпы сиздерге түшүнүктүү болсун деп айтып жатырмын. Сонда гана биздин тартиптен барып натыйже чыга баштайт. Сонда гана өзүңүздүн натыйжеңизди көрө баштайсыздар. Тартип болмаса натыйже эч качан да болмайды. Болмаса натыйже болса, кем кетикти бир натыйже болот. Әйтеуір бір жері кем болып тұрады. Әйтеуір орындаған сияқты болады, бірақ бір түрлі болып тұрады енді. Орындаушыға не орындаушы емес, не әйтеуір үйреніп жатыр деген ат болады онда. Сол нәтижені кейін біз анализ жасауымыз керекпіз. Менің осындай бір айда қандай нәтижеге жеттім, осындай күйлерді орындадым, техникам дамыды, енді тағы да қандай нәтижеге жеткізуім керекпін деп өзіңізді өзіңіз анализ жасаңыз. Сонда ғана сіз өзіңізді бақылай аласыз, контрольдай аласыз. Бұл өте маңызды орындаушылар үшін. Және айттым ғой бағана, біз жоспарлау керекпіз деп, яғни нені жоспарлау керекпіз? Әрине дайындықты, дайындық уақытын жоспарлау керекпіз. Біз оқимыз, мектепте оқитын шығармыз, мүмкін колледжда, мүмкін жоғарғы оқу орнында жұмыс істейтін шығармыз, басқа өлкелерде, кейде түнде жұмыс істейміз деген сияқты. Осы кезде уақытты қалай жоспарлау керек? Аптасына 2 рет дайындаламыз ба, 3 рет дайындаламыз ба, мүмкін 4 рет. 4 рет болса да, бір 10 минуттан дайындаламыз ба кейін, мүмкін 15 минуттан, 20 минуттан дайындаламыз. Кейбіреу 2 рет болса да, 1 сағаттан дайындаламыз ба, сол 1 сағатта не дайындалаймыз, соны да жоспарлау керек. Өте тиянақты түрде, өте жіңішкелікпен бұған қарау керек. Бұның көбіне мән бермейміз біз. Аламыз да күйді, бастан аяқ, қай кезде боспыз, сол кезде дайындала саламыз. Сондықтан да бұл отношение дейді ғой, қарым-қатынас, аспапқа деген қарым-қатынас, өзіне деген қарым-қатынас, жалпы дайындыққа деген қарым-қатынас, жалпы бұның бәрін ескерген дұрыс. Енді тағы да бір айта кететін, көбіне біз ойлаймыз, сапаны, орындаушылық шеберлікті, сапаны қалай шыңдаймыз? Сапалы орындауды, жай ғана орындау емес, сапалы орындауды. Тайм менеджментті жаңа түсіндірдім, уақытпен жаңағы өзінің энергияңды жоспарлау. Тайм менеджмент, яғни таңертең дайындаласың ба, түсте ма, кешке ма, оны өздеріңіз шешесіздер. Ал энергияны, жаңағы энергия ресурсты айттым, мен қай кезде толыққанды жақсы сезініп дайындала аламын, қай кезде мен әлсізбін. Көбіне негізі таңертеңнің сағат, қазір айтайын, сағат 7:30-8-дерде өте жақсы нәтиже береді. 8:30-нан 10-ға дейін, 10-11-ге дейін ары кетсе. 11-ге дейін өте керемет, максималды мидың жұмыс күші өте жақсы болады. Сол кезде дайындалып қалу керек, тым болмаса жарты сағат. Содан кейін ақырын уже бәсеңдей бастайды, тамақ ішеміз түсте, одан кейін ұйқымыз келе бастайды, одан кейін арқарта мидың жұмыс істеуі ұйқыға дайындала бастайды. Биологиялық ритм, біздің кешке жақын ұйқыға дайындала бастаймыз, демаламыз, босаңсимыз. Ол кезде дайындалайық десек те, босаңсығымыз кеп тұрады, телевизор көргіміз не болмаса, кейбір сотқа қарайды, жаңалық тыңдағысы келеді, сондай бір соны тартып тұрады. Емін-еркін бос ұстауды, демалуға дайындалып тұрады организміміз. Ондай кезде көбіне дайындалмаған дұрыс. Енді білмеймін, кейбіреу түнде шабыттар келіп дайындалып жатады ғой. Енді әркімнің, айттым ғой, биологиялық ритмі әртүрлі. Сіздер өздеріңізді зерттеңіздер.
сол зерттеу арқылы сіздер сапалы, өзіңіздің качество дейді ғой, сапалылығыңызды дамытасыз. Сізден артық ешкім өзіңізді білмейді, тіпті мен де білмеймін. Сондықтан да өзіңізді зерттеу арқылы сіз жаңа бір уровеньде, жаңа бір деңгейге шығасыз, көп нәрсені үйрене бастайсыз. Жалпы айтайын дегенім осы сіздерге. Келесі сабақта жолығамыз. Аманшылықта жүздесейік.